жоғарғы жақ максила ауалы сүйек болып табылады. Бұл денесінен және өсінділерінен тұрады. Денесі корпус максила деп аталады. Денесінің алдыңғы бетін ажыратамыз, мұрындық бетін ажыратамыз, көз шаралық бетін ажыратамыз және самай асты бетін ажыратамыз. Алдыңғы беті фациес антериор, мұрындық беті фациес насалис, көз шаралық беті фациес орбиталис, самай асты беті фациес инфратемпоралис деп аталады. Алдыңғы бетінде ит тіс шұңқырын көреміз, көз шарасты жиегін және көз шарасты тесігін көреміз. Мұрындық бетінде тесігі болады, ол тесік денесінде орналасқан гайморов қойылымға ашылады. Латынша атауы синус максила деп аталады. Қабынуы гайморит деп аталады. Өсінділеріне келетін болсақ, альвеолярлық өсіндісі процессус альвеолярис деп аталады. Процессус альвеолярисқа келіп 16 тіс келіп бекінетін ұяшықтары болады. Маңдай өсіндісі болады, процессус фронталис деп аталады. Маңдай сүйегімен қосылады. Бет өсіндісі болады, процессус зигоматикум, бет сүйегімен қосылады. Сосын таңдай өсінділері болады, процессус палатинум деп аталады. Қатты таңдайды түзуге қатысады.